Түркістан облысы Созақ ауданы аумағының жалпы жер көлемі 4 миллион гектардан асады. Оның ішінде ауыл шаруашылығы мақсатындағы пайдаланатын жерлер мен өнеркәсіп және егістікке бөлінген жерлер бар. Аудан бойынша бүгінде жерді түгендеу жұмыстары қарқынды жүруде. Арнайы топ аудан аумағындағы пайдаланылмай жатқан немесе заңсыз пайдаланудағы жер учаскелеріне тиісінше анықтау жұмыстарын жүргізуде. Сонымен қатар облыстық жер қатынастары басқармасы тарапынан биылғы жылы ауданға 21 мың гектар ауыл шаруашылық жер учаскелерін қайтару жоспарланған. Нәтижесінде бекітілген 21 мың гектар ауданның жер қорына қайтарылып, жоспар артығымен орындалған. Бұл туралы Созақ аудандық жер қатынастары бөлімінің басшысы Ғани Пардебекұлы мәлімдеді. Біз 2024 жылы 15 мың гектар жер жоспарға қойылып, оны 100% орындадық. 2025 жылға облыстық жер ресурстары департаменті бар, облыстық жер қатынастар басқармасы бар. Солар бірлесіп бізге жоспар бекіткен. Біздің ауданға 21 мың гектар бекітті қайтаруға 2025-ке. Біз биылға оны 27 мың гектарға артығымен орнына қайтардық. Қазір бүгін таңда. Енді ол 27 мың гектардың 90% жайылым жерлер, суармалы жерлер де бар, тәлімі жерлер де бар. Біздің аудан қорының жері 4 миллион 104 мың гектарды құрайды. Оның ішінде 1 миллион 34 мың гектар орман жер қоры болса, қалған 3 миллион гектары ауданның арнайы жер қоры болып табылады. Енді айта өтетін болсақ, осы 2025 жылдың қаңтар айында облыстан жұмыс топ келіп, біздің ауданда мониторинг жүргізген болатын. Жұмыс топты тілеген деген біздің облыста жер қатынастары басқармасы басқарып келді. Оның құрамында ветеринария басқармасының, жер инспекциясының мамандары, басқарманың мамандары келіп, ауыл-ауылды араладық. Ол жерде жұмыс топты мақсаты жайылымдық ауыл шаруашылық жерлерінде мал санын тіркеу, шаруа қожалықтары бар. Соны тіркеу, сол мониторинг жасап, 45 мың гектар жер анықтауға болатын. Соны біз сол шаруа қожалық иелеріне хабарлама беріп, инспекция тиісті ескертулерін беріп, біраз шаралар қабылдадық. Соның нәтижесінде біз 27 мың гектарды қайтардық соның ішінде. Енді мынау кәсіпкерлік мақсатта жерлерді біз түгендеп жатырмыз. Шолқылардың алдында 2 кәсіпкерлік жеріне ескерту берілді. Онда келесі жылғы соған пайдалануға 1 жылға бақылауға алынды. Сондай тағы да Шолқылардың алдында аудан орталығы үлкен, көріп жатсыздар. Түркістан бағытына қарай, Шымкент бағытына қарай, Созақ ауыл бағытына қарай үлкен жолдың бойларынан кәсіпкер жер кезінде аукционға берілген. Оларды да біз бір шамасы пайдаланып жатыр. Енді сол бір шамасына оларға да ескерту, хабарлама беру жүргізіп жатырмыз. Аудан бойынша 10 ауылдық округтің ауыл шаруашылығы санатындағы жерлерді түгендеу жұмыстары аяқталуға шақ. Пайдаланылмай жатқан жерлерді ауыл округ әкімдерімен бірлесіп, анықтап ауданның арнайы жер қорына қайтаруға жұмыс жасалуда. Арнайы жұмысшы топ құрамы бекітіліп, ауыл аймақтарды аралап, халыққа түсіндірме жұмыстарында жүргізуде. Нәтижесінде шаруалар бүгінде заң аясында жерді игеруді, мал санын тіркеуді қолға алған. Сонымен қатар жерді халыққа беру жұмыстары өз тәртібі бойынша жүзеге асуда. Барынша халыққа түсіндіреміз. Енді пайдаланбай жатқан, игермей жатқан, мақсатсыз жатқан жайылым жерлер шаруа қожалықтары болса қайтаруға оны заң аясында түсіндіреміз. Қазір таңда көп шаруалар да халық та түсініп қалды, өз пайдаланған жерін мал тіркеу керек екен, егін егу керек екен, игеру керек екен түсініп уже бәрі сезініп жатыр. Енді оның бәрі заң аясында болғаннан кейін сезініп жатыр. Былай айтқанда қарсылық, дау-дамайлық ондай бізде ондай туындап жатқан жоқ. Кейбір пайдаланбай жатқандар келісіммен қайтарып жатыр. Бізде сот арқылы бір жалған қаулымен шыққан 1000 гектар жайылым жер бар, соны қайтардық сот арқылы. Пока бізде сотқа барып келіспеймін деген сияқты ондай дау-дамайлар әзірге туындаған жоқ. Бәрі келісіммен, ескертумен, түсіндірумен қайтарып жатырмыз. Шаруашылық деген үлкен ауыр сала. Ол да биыл жауын құрғақшылық болды, білесіздер. Жауын болған жоқ, көп егістер егіліп, орылмай қалып кетті. Енді оларды бар, оны енді ауа райының осындай несіне байланысты болды. Енді суармалы жерлер егіп жатыр, суын тиімді пайдаланып жатыр. Су дегенде жетіспеушілік әр жерде қазір көтеріліп жатыр, білесіздер. Енді суды тиімді пайдалану технологиясымен жаңбырлатып суару, тамшылатып суару біз ұсынып жатыр. Ертең шаруа қожалықтар оны өтініш жазып келіп жатыр. Ол өтініштер нәтижесінде тиісті көмектерін алып жатыр.
Сондай бізде балық шаруашылығымен де екі азамат өтінішті конкурспен алды. Сол тағы бір азаматтың өтініші тағы келіп жатыр. Біз тиісті заңға сәйкес қарап жатырмыз. Балық шаруашылығы біздің ауданда да жақсы дамиды деген жоспарда бар, ойда бар. Ол да